Бізде ауылдан жақсы көршілеріміз болды ғой. Сондай көрші қыздар болды. Ой, түнгі 12 дейін ойын ойнайтынбыз ғой. Ана кассетаның лентасы бар ғой. Соны мосқа байлап қойып қашатынбыз ғой. Бүкіл көрші қыздар, балалар, ұлдар, қыздар жынды болатынбыз ғой. Кассетаның Юрий Шатуновтың әні, сосын қандай группа, нана группа ма, бір группалар болды ғой. Соның әндерін тыңдаушы едік қой. Соның кассетасын іліп қоятынбыз ғой. Түнде машинаны темір екен деп ойлап та, бүйтіп ана мосқа бүйтіп білесің ғой. Деген кезде ана машина түнде кеткен кезде не деп ойлап қалды, темір екен дейді. Сосын шофер шығады да боқтайды ғой. Біз сондай көрші қыздар, балалар сондай болатынбыз ше. Түнде байлап қоймыз, түнгі 12 дейін қыдырып жүретінбіз. Енді кәдімгі жақын көрші ғой бір-бірімізбен. Сол балалық шағы өте керемет болды, балалық шағымыз ше. Вертушка ойнайтынбыз. Сосын футбол, баскетбол, резинка, скакалка күшті ойнайтынбыз ше. Қайран балалық шақ. Сосын походқа шығатынбыз. Так, 26 майда ма сондайда шығатынбыз. Енді жағдайға байланысты алып баратынбыз. Біз ол кезде енді ақша жинамаймыз, просто біреу продукт алып барса, бір көрші қыз бала. Енді бір үйден бір-ақ адам бармаймыз ба? Мен мысалы ініммен, әпкемен үшеуміз шығатынбыз. Сосын бір көршіден әпкесі сіңлісімен сөйтіп шығатынбыз, сөйтіп походқа баратынбыз ғой. Үйден мысалы ет пісіріп алып шығатынбыз, ана бізге қақтап ше, бізге отқа. Соны қақтап пісіріп алып шығатынбыз, или картошканы отқа қақтап алып шығатынбыз. Біреуінде әлгі напиток болады, юпи бар ғой. Соны суға езіп аламыз. Енді әркім жағдайымызға байланысты сөйтіп походқа шығатынбыз ғой. Сол күшті болатын. Сөйтіп походқа шыққан күндері болды. Көрші қыз бала сондай тату болатынбыз. Біз жақта бірақ үйде мынандай телевизор болатын ғой. Мысалы біздің үйде бір телевизор, бүкіл көршілерге көретінбіз ғой. Турецкий сериал көретінбіз, индийский Метхон Шахработидің киносын, основном соны көретінбіз. Сосын Қыналы қар, турецкий сериал тағы қандай еді? Ұмытқан бір Бериван ба, бірнеке бір турецкий сериалдар бар, сондайды көретінбіз. Сон просто Мария, Дикая Роза. Бірақ та көрші телевизор болатын ғой. Сол көршіге, бүкіл көрші бар үйіліп алатынбыз ғой. И бір-екі көршіде су болатын. Сол қалған көршілер бар, сол көршіден су алатынбыз. Сондай татулы болатынбыз. Даже біреуіміздің огородында жусай, баклажан, картошка өсірсе, екінші көрші келіп сұрайтын. Или ұн жоқ болса, ұн сұрайтын. Сондай татулы болатын ғой, мейірімді болатын. Бұрында біздің балалық шақта көршілеріміз сондай. Енді бар болды жақсы көршілер. Жақсы көршілерімізді айтып жатырмыз, бір-бірімізге бүйтіп поддержка беріп сөйтіп. Енді қазір заманда жоқ қой, даже туғаның бүйтіп араласпайды ғой. Сондай